Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қазақ ұлттық қолөнері. Сабағымыздың мақсаты лексикалық мағынасы жағынан заттың сипатын, көлемін, аумағын білдіретін сын есімдерді ажырата білу. Жазбаша жұмыста орынды қолдану. Сын есім дегеніміз заттың түсін, сапасын, аумағын, салмағын, көлемін, тағы басқа қасиеттерін білдіретін сөздер. Сын есім қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. Заттың көлемін, аумағын білдіретін сөздер бұл үлкен, кіші, кең, тар, ұзын, қысқа, тағы басқа сөздер. Ал заттың салмағын білдіретін сөздер ауыр, жеңіл, тағы басқа сөздер. Заттың сипатын білдіретін сөздерге ақ, қара, әдемі деген сөздер жатты. Заттың сапасын білдіретін сөздерге жақсы, жаман, тәуір, нашар деген сөздер жатады. Бүгінгі сабақта балалар біздің зергерлік бұйымдардың атауын анықтаймыз. Берілген тапсырмада бірінші бағанда суреттер берілген. Келесі бағанда осы суреттердің атаулары берілген. Сіздер қазір сурет пен сөзді сәйкестендіріп көріңіз. Берілген суреттің атауын анықтаңыз. Тапсырманы орындап болсаңыз, жауабыңызды салыстырып көріңіз. Яғни бірінші сурет В әрпімен сәйкес келеді, екінші сурет Б әрпімен сәйкес келеді, үшінші сурет А әрпімен, төртінші сурет Ә әрпімен сәйкес келеді екен. Келесі слайдқа назар аударыңыз. Бұл жерде берілген тапсырмада берілген сөздерді қолданып, мәтінді толықтыру берілген. Яғни бірнеше берілген сөздерді көп нүктенің орнына қойып, мәтінді толықтырыңыз. Білезік, сырға, зергерлік, асыл, әдемі, бағалы, ұлттық, сақина деген сөздерді көп нүктенің орнына қойып көріңіз. Тапсырманы орындап болсаңыз, жауабыңызды салыстырыңыз. Қазақтың өткен заманда дамыған қолөнер түрі зергерлік өнер. Қазақстан жерінде алтын, күміс, қорғасын, тағы басқа металдар өндіріледі. Олардан әдемі бұйымдар, ұлттық әшекейлер әзірленген. Әсіресе әйелдер мен қыздардың құлақтарына сырға, қолдарына сақина және білезік жасаған. Оларды күмістен немесе алтыннан жасайды және алтын тастармен әшекейлеген. Қазіргі кезде де ою-өрнекпен, бағалы моншақтарымен әшекейленген бұйымдар жиі кездеседі. Жауабыңызды салыстырып болсаңыз, келесі тапсырмаға назар аударыңыз. Келесі тапсырмада берілген суреттерді сипаттау керек. Яғни білезік, алқа және сақина суреті. Осы суреттердің түсі қандай, оның пішіні қандай, ол заттың сапасы қандай. Осы тапсырманы орындап, бірнеше сын есімдерді қолданыңыз. Тапсырманы орындап болсақ, келесі слайдқа назар аударыңыз. Ол үшін сізге мәтінді тағы бір оқып шығу керек. Мәтінді оқып шығып, зергерлік бұйымдардың атауын суреттердің астына жазасыз және сипаттайсыз. Сипаттауда, яғни бұл қандай зат, оны неден жасаған, оның түсі қандай, оның пішіні қандай, оны қайда қолданады, осы негізгі сұрақтарды басшылыққа алыңыз. Бұл тапсырманы орындап болғаннан кейін келесі тапсырмаға қарап шығайық. Бұл жерде сізге суретке қарап сипаттамалық әңгіме құрастыру керек. Яғни әңгімеңізге бірінші тақырып қойып алыңыз. Әңгімеде шолпы, білезік, жүзік, сырға сөздерін қолданып көріңіз. Яғни осы әшекейлерді сипаттай отырып, шағын сипаттамалық әңгіме құрастырып көріңіз. Егер де тапсырманы орындап болсаңыз, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгін біз әшекей бұйымдар туралы не білдіңіз? Осы ойыңызды берілген дөңгелектердің ішіне жазып көріңіз. Қандай әшекей бұйымдардың атауларын білдіңіз? Оларды неден жасайды? Оны қалай қолданады? Оның қандай ерекшеліктері бар деген сияқты сұрақтарды басшылыққа ала отырып, ойыңызды қорытындылаңыз.
Құрметті оқушы, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сізге дидактикалық тапсырмада бүгінгі сабақтың мақсаты мен тақырыбына арналған бірнеше тапсырмалар берілген. Дидактикалық тапсырмаларға назар аударыңыз. Оны орындап болған соң, өз жауабыңызды нұсқаулық арқылы тексеруге болады. Сізге сәттілік тілеймін. Тыңдағаныңызға рахмет.